саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы номер 293 орта мектептің 7-ші сынып оқушысы Құдайберген Сайдамын. Менің жобамның тақырыбы сана қалашығын салуда қолданылған кірпіштердің құпиялары, өзектілігі, сан ғасырлар бойы өзінің сапасын сақтап келген қыш кірпіштерін жасау жолдары, құрамы, сыртын өрнектеудегі және күйдірудегі сырларын айту. Мазмұны: сана қалашығында әлі күнге дейін сақталып келген қыш кірпіштерін жасау жолдарының құпиясына тоқталсақ, ең бірінші таңдалған жерді төрт бөлшектеп үлкен көлемде құдық қазылады. Оның ішінде бірде-бір өсімдіктің сабағы, тамыры және шиыршық тастар болмау керек. Одан кейін оның ішін біле түсумен шайып алады да құмды елештен өткізіп, су ұйып кетпеуін араластырады. Бетіне шыққан суды тері қаптармен алып тастап отырады. Бұл бірнеше рет қайталанады. Бұл не үшін қажет десек, ол кию кезінде жарып кетпес үшін және құмның құрамындағы тұздарды алып тастау үшін қажет. Лайдың соңғы сатысында оған жылқы қылы, жүнді шөпшектер қосып араластырады. Одан кейін оны алып бір жерге төбе қылып үйіп қояды да қыс бойы қардың астында, көктем бойы жаңбырдың астында тұрады. Көктем шыққаннан кейін қызу жұмыс басталады. Шеберлер бар білген біліктеріне қарай әртүрлі кірпіштер жасай білген. Біреулері қалыпқа салып бетін тегістеп аударып отырса, екіншілері сол қалпынша тегістеп отырған. Ал одан да біліктілер болса қалыпқа дүңгемен нығыздап, пышақпен фигуралар жасап отырған. Ал біреулері сыртынан ою-өрнектер салып бояп отырған. Кірпіштер керегенше әртүрлі формада, әртүрлі көлемдерде келген. Көбісінің қалыңдығы 5-6 см, ұзындығы 25-25, салмағы 7 кг болған. Және бір кірпіштер осындай 35-35, 45-45 см-ге дейін жеткен. Және бұл кірпіштердің өзіндік ерекшеліктері болды. Осындай саусақ іздері және тау текенің басқа да дала аңдардың іздері кездеседі. Бұл іздердің кездесуі туралы екі түрлі пікір бар. Бірінші пікір бойынша ол наным сенімдеріне байланысты әдейі таңба ретінде бастырған дейді. Екінші пікір бойынша ол кебу барысында байқамай бас кеткен дейді. Кірпіштердің барлығы бір қалыпты күй алмайды. Себебі біреуі салқын зонада, біреуі ыстық зонада болады. Қалыпты жағдайда күйген кірпіштің түсі сары, ашық сары болады, ал шала күйген кірпіштің түсі қызғылт және күйіп кеткен кірпіштің түсі осындай жасыл және жарылу іздері кездеседі. Бұларды арнайы қолдан жасалған ошақтарда күйдіріледі. Біз сана қалашығында осындай 3 түрлі күйдіру пеш орындарын кездестірдік. Ал мынау болса кірпіш күйдіруге арналған пеш орындары. Бұлар екі бөліктен тұрады: үстіңгі және астыңғы. Үстіңгі бөлікте осындай сетка тәріздес қыштан жасалған орындар болады. Бұл орындардың болу себебі осы арақашықтықтан өткен отынның ауасы кірпіш арасында қыздыру үшін қажет болады. Және астыңғы бөлігінде осындай екі тесік немесе бір тесік болады. Ол бөлменің үлкендігіне байланысты. Осы тесіктер арқылы отындарды салып қыздыра береді. Мен осы тарихи деректерді жинай отырып сызбасын сызып келдім. Бұл үстіңгі бөлікте және астыңғы бөлік. Үстіңгі бөлікте осындай төңкерілген қазан тәріздес орын болады. Бұл орынның болу себебі осыдан шыққан түтін арқылы айналып жүру үшін. Және үстіңгі бөлікте воржа тәріздес тесік болады. Бұл воржадан шыққан түтін арқылы асты қалай жанып жатқан білуге болады. Және астыңғы бөлікте осындай есік арқылы отындарды салып екі жақтан да қаптап тастап отырады. Бұны жағу үшін 1000-1100 градус қажет. Ал София Сүлейменқызы Такуаева өзінің Көк күмбездің құпиялары атты кітабында бұны жағу үшін ыстық тамырлы шөп қажет дейді. Ал тарихи деректер бойынша оны Түркістанда өсетін ағаш бар деген болжам бар. Бұның қандай ағаш шөп екенін біз Ержанов Анжанның «Саналықтың көне құштары» атты мақаласында былай дейді: бұл менің ойымша сексеуіл шеңгел. Себебі сексеуіл жоғарыда айтылғандай 1000-1100 градусты бере алады. Біздің өлкемізде ошақтарды жағу үшін осы екі өсімдікті қолданады. Ал бұл екі өсімдік біздің өлкемізде көп кездеседі дейді. Бұл кірпіштердің өзінің бояуының сырлары бар. Бұл сырды ашу үшін бізге Сана қаласының Қожамберді ауылының жанында көк кесене көмектесе алды. Бұл көк кесененің сырты көгілдір түске боялған. Осы көк кесенені екінші рет зерттеуге келген орыс ғалымы Каллаур осы көк кесененің ішінен 6 қатар араб жазуын тапқан. Бұл көк түсті шығару үшін малахит пен лазурит жезқоспаланы қолданған. Ал эмальді көк түске бояу үшін кобальт қоспасы кобальтинді, эритрий мен глагодатты қолданған. Осы көк түстің бетіндегі мозаикаларды шығару үшін фриттаны өндіреді. Бұл фриттаны сары шөптің тамырын езіп, үшқор деп аталатын күліне 30-40% ақтас кварц қосып, балқытып шығарады. Және осы екі кірпіш арасын жалғау үшін ганш атқара алады. Бұл ганшты таудан тастарды алып келіп, ақтас болғанша қыздырып, ол ақтас болғаннан кейін оны ұнтақтап, су лай қосып шығарады. Менің жобамның соңғы бөлімі мені тағы бір кірпіш қызықтырды. Ол 1905-1912 жылдар аралығында салынған кірпіштер. Олар Ресей ықпалымен салынған. Ол біріншісі тарихи мұражай және екінші бұрынғы теміржол вокзалы. Олардың өздерінің өлшемдері болды: 250-120-65 мм. Және олар үшке бөлінді. Біріншісі мынау толық денелі кірпіш. Бұл ауыр, іші қуысыз. Ал кеуекті кірпіш дегеніміз жеңіл және ішінде тесіктері жоқ болды. Ал қаптауыш кірпіш дегеніміз сыртында ою-өрнектері бар боялған болды. Және бұл кірпіштер
пештерді механикалық және автоматтандырылған пештерде қыздырды. Салыстыру: енді мен 14 ғасырда күйдірілген қыш кірпішті және 21 ғасырда күйдірілген қыш кірпіштерді бір аптаға суға салып қойдым. Нәтижесінде 21 ғасырда күйдірілген қыш кірпіштерді езіліп, мүжіліп кетті. Менің ұсыныстарым: біздің өлкемізде көптеген ескерткіштер бар, соларға күтім жасалса деймін. Себебі Наусқанақтың кіреберіс жерінде қорғанның астын тұжырап жатыр. Бұлар біздің ата-бабаларымыздан бері келе жатқан тарихи мұражай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, орта ғасырлық өркениеттің негізгі ошағына айналған тарихи ескерткіштердің бірі бұл Санақ қалашығы. Бұл Санақ қалашығында қыш күйдіруге арналған 3 пеш орындары. Бұлар төңкерілген қазан тәріздес және аузында сетка тәріздес қыштан жасалған орындар болды, және осындай отын салуға арналған орындары болды. Ал мынау болса осы пештерде күйдірілген қыш орынды қыштар, және бұлардың өздерінің өлшемдері болды. Қалыңдығы 5-6 см, ұзындығы 35-35, салмағы 7 килограммнан болған.